осылай тоқимыз. Бұл не үшін десеңіздер, мен осы видеоның соңына дейін қарасаңыздар, не үшін тоқығанымды түсінетін боласыңыздар. Ол үшін бізге әдеттегідей екі түрлі жіп крючок керек болады. Менің жібім жіңішке болғандықтан жібімді екі қабаттап алдым. Егер сіздердің жіптеріңіз қалың болатын болса, онда бір қабатқа тоқи беріңіздер. Мен 15 петлямен бастаймын. 15 петля алам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 петля. 15 петля көтердім. Енді менде негізі 14 столбик болады. Мынау 15-ші жоғары көтерген петля болып есептеледі. Енді ары қарай тоқимыз. Ары қарай без накида 14 столбик тоқып шығамыз. 1, крючокқа ешқандай ештеңе ілмейміз. Осылай тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, соңғы петля 14. Ары қарай келесі қатар тоқу үшін бір петля жоғары көтереміз да, келесі мына бірінші столбиктен бастап тоқимыз. Сіздерге көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма? Мына бірінші столбиктен бастап тоқимыз. Мінекей. Без накида ешқандай жіп ілмейміз, қатар столбик қосылмайды. Столбиктің үстінен столбик тоқып, без накида жалғастырып тоқи береміз. Мінекей осылай. Мінекей. Екінші қатар аяқталды. Мінекей. Бізде екі қатар. Осындай 12 қатар тоқимын мен. Мына жерде менде 26 сантиметр болған. 14 сантиметр екі шетіндегісі, 12 сантиметр ортадағы қызыл 12 сантиметр болды. Сіздерде осылай екі түрлі ғып, екі шетін өлшеп өстіп жасап аласыздар. Бұл не үшін бұлай жасағанымды қазір соңына қарай түсінетін боласыздар. Енді тағы бір қатар тоқып көрсетейін. Бір столбик көтереміз.
әр столбиктің үстінен столбик тоқып шығамыз. Мінекей. Без накида тоқимыз. Міне. Қазір қызыл жіпті қосып көрсетемін, сол кезде анық көрінетін шығар. Ешқандай кіші жіп қоспаймыз. Міне әрқайсысы өз белгілі болып тұр столбиктердің үсті. Сол столбиктердің үстінен осылай без накида тоқып шығамыз. Осылай 12 қатар тоқимын. 12 қатар тоқығаннан кейін мен қызыл жіпті қосатын боламын. Ал мен сіздерге қазір қызыл жіпті қалай қосу керек екенін көрсететін боламын. Мінекей жіптеріне 2 жіпті өстіп іліп аламын да мынаның артық жерін қырқып алып жіпті байламайым, осы жерден арғай тоқып кете береміз. Міне. Мына жерде 2 жіптен енді мына қызыл жіпті іліп аламыз. Қызыл жіпті іліп шығарып, көрдік қоя. Енді осы қызыл жіптен бір столбик көтереміз, бір петля жоғары көтереміз. Ары қарай осы қызыл жіппен тоқимыз. Айналдырамыз. Жіп ортада қалып кету үшін осы жіптердің астынан петлядан өткіземін, столбиктен өткіземін екен. Сонда мына жібіміз ортада қалып кетеді қазір жасырылып. Осы жерді көріп алыңыздар, міне. Жіп ортада қалып кетеді, міне. Әр столбиктің үстінен столбик көтеріп шығамыз осылай. Жіп ортада қалып кетеді осылай жасырылып. Жіпті өстіп жасап қалдырып кетеміз. Міне ешқандай жіп көрінбейді. Ары қарай әр столбиктің үстінен столбик тоқып кете береміз. Мінекей. Енді анық көрініп отыр деп ойлаймын қызыл жіптен. Мінекей. Петля столбиктеріңізді санап отырыңыздар. Столбиктеріңізді санап отырмасаңыздар, арасында қалып кетуі мүмкін, сол үшін столбикті түгелдеп санап отырыңыздар. Міне, бір петля көтеремін, айналдырамыз. Әр столбиктің үстінен міне столбик тоқимыз. Осылай мен 20 қатар тоқимын. 20 қатар тоқығаннан кейін тағы да розбик түсті жіптен 12 қатар тоқып шығам. Мінекей осылай. Қарап отырсаңыздар, кез келген адам тоқиды. Бірінші үйреніп атқандар да тоқи алады бұны. Қарапайым және өте әдемі зат шығады қазір. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, не шыққанын көресіздер. Не, келесі қатар. Қатарды санаудан жаңылсам дейтін болсаңыздар, сантиметрмен өлшеп отырсаңыздар болады.
Мен үшінші қатарды тоқыладым. Қазір қалай санау керектігін көрсететін боламын. Үшінші қатарды тоқып біттім. Мінекей. Қазір петлямды санап алайын. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 петля. Менің петлям түгел. Мінекей, қалай санаймын десеңіздер, мінекей қарасаңыздар, міне бөлек-бөлек болып тұр өз қатар. Міне бір қатар, екі қатар, үш қатар. Мына жерде де қызылды қарасаңыздар, міне қараңыз. Міне бір қатар, екі қатар, үш қатар. Қызылдан да ашық розовыйдан да мен 3 қатардан 6 қатар тоқыдым. Негізі маған мына түстен 12 қатар, одан кейін 20 қатар қызылдан, одан кейін мына ақшыл түстен тағы да 12 қатар тоқу керек. Сонда менде мынадай образец пайда болады. Ары қарай не істеймін десеңіздер, енді екі жағын біріктіріп тігеміз. Ішкі жағынан біріктіреміз. Тігу үшін мен мынадай инені қолданамын. Осындай тоқыманың өзінің тоқыма тігетін инесі өзінің осындай инемен тігіп шығамын. Болмаса кәдімгі жай инелермен де жуандау инемен тіксеңіздер де болады. Мына жерде әр столбиктің өзінің несімен біріктіріп тігіп шығамыз. Мен мына жерді екі айналдырып байлап жүремін, өйткені шеті бос болмау үшін. Мына жіппен байлаймын, міне. Ары қарай мына жіпті арасына жасырып жібереміз. Мінекей. Әр столбиктің үстіне столбиктен түсірсеңіздер, бірдей әдемі болып шығады. Мінекей. Осылай мына жерге дейін тігіп шығамыз. Мына жерге дейін тігем, ары қарай мына басын қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Мына жерде мынадай үшкір болып қалмау үшін біріктіреміз. Әр жеріне бөліп алып, келіп алып, тартамыз, міне, шиырылып қалып көрдіңіздер ме? Енді өйстіп әр жерінен өткізіп, арасы ашық болып қалмау үшін әр жерінен өйстіп өткізіп, өйстіп, екеуін байластырамыз. Байлап,
Ашыпты қойып тастаймын. Енді оң қаратамыз. Ендігісі алдын тігетін боламыз. Алдын тігу үшін екі қызылды біріктіреміз. Біріктіріп аламыз. Сосын мынаның әр жеріне былай өткізіп шығамыз. Бұл жағын қатты біріктірудің негізгі қажеті жоқ. Жіпті бәрі өткізіп қойып, енді жіпті тартамыз. Тартып, екі жіпті бір-бірімен байластырамыз. Енді мен мына жеріне мындай гүл қоям, бантик қоям. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз гүл тоқып қойсаңыздар да болады. Менің YouTube каналым, осы каналымда гүлдер бар тоқылған. Солардың кез келгенін алып, тоқып, осы жерге тақып қойсаңыздар болады. Жер бос болып қалып, мен крючоктың астынан бір өткізіп алайын. Қатты өттіру үшін. Жіпті былай астынан өткізіп алайын. Жіпті қырқамыз. Жіпті былай астынан өткізіп жүреміз. Астына жазып тастаймыз жіпті. Дұрыс өтпей жатыр. Жіптің бәрін өткізіп, тартып тұрып қырқамыз. Сонда жіп астына жазылып болады. Мінекей осындай әдемі пинетка пайда болды. Мен бұны өзімнің оңайлы қызыма тоқыдым. Сіздер де осылай кішкентайларыңызды тоқып қуансаңыздар болады. Мінекей. Егер видео ұнаған болса, сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Және мен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, келесі сабақта шығатын видеоларды бірінші болып өздеріңіз көретін боласыздар. Рахмет.